менің танысымның сороковка көлігінің именно бұрылған кезде пассажирский жағынан гур дейтін дауыс шығады. Вот. Сіздер сондай жағдайға жетпеу үшін сіздерге менің совет гранатта внутренне, наружный жағы. Гранаттың несінде пыльник болады. Сол пыльниктің жыртылмағанын, нормальный состояниеде екенін қарап, қазірден бастап тексеріп жүріңіздер. Өйткені бұл какой-то 1500 сондай теңге тұрады. И бұл жыртылса, су, топырақ, жаңағыдай ішіне кіреді. Ол кіргеннен кейін мына гранат, то есть на гранат ішіне подшипник болады, и подшипник ол маймен жұмыс жасайды. Маймен жұмыс жасаған жерде жаңағы су, топырақ, жаңағы барлығы кіргеннен кейін майдың качествосы бұзылады. Сосын жаңағыдай уже темір никак жұмыс жасамайды. И